Бабаян өзі шақырып алды мені. Рұқсат беріп шақырды. Иә, рұқсат беріп, екеуміз сол жерде 3 сағаттай сөйлестік. Секірген күннің өзінде тосамайтындай қылып тебеді ғой осы елдер. Сөйтіп неге теппеске? 4-2 жүйесімен ойнап көрейік, және Эрхан Астановты шығарайық деп. Соның арқасы шығып. Жоқ, осының өзінде біраз ақша тауып тұр екен ғой, 4 миллионға жоқ. Басшылықтың 90% орыстар деп айтты да. Ақтөбе қазақтардың мекені, неге қазақтың жігіті табылмады ма деп ойлаймын да. Сіз өзіңіз баруға дайынсыз ба? Кішігірім Ақтөбеге басшылық ретінде шақырса. Әлбетте, әрине. Білмеймін, мынау Астанадан ештеңе күтпеймін. Мынау құрамынан ештеңе күтпеймін. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қадірменді көрермен қауым. Бұл Юбет букмекерлік кеңсесінің ютубтағы ресми аккаунты. Біз әдеттегідей араға апта салып сіздермен қайта қауыштық. Кезекті подкастымызда Астана футбол клубының, жалпы қазақ футболының мәселелерін талқылайтын боламыз. Ендеше студияда мен Ермұхамед Мәулен. Ендеше қадірменді ағайын, осы жолғы подкастымыздың қонағы Қазбек Тайланов. Қазбек, қош келдің эфирге. Жалпы біраз болды келмегеніңе, өйткені біз де қазақ футболын талқыламай кеттік, расын айтқан кезде. Қош келдің. Енді негізгі тақырып бұл кешегі Астана футбол клубының абыройсыздықпен жеңілуі Динамо Загребтен. Осы ойын туралы алғашқы бір ыстық пікірлеріңді тыңдағым келіп отыр. Иә, бұл Астананың бірінші емес, осы жылы 4-ші жеңілісі Динамо Загребтен. Бұндай жылда 4 рет жеңілу деген бұл енді ұят. Қандай клуб болса да, сен жетісу болсаң да бір командадан ұтыла берсең ұят. Жанкүйердің ойынға қызығушылығы азаяды, футболға келгісі келмей қалады. Кеше көрдік, мысалы Динамо Загреб деген командаға бірінші ойыннан кейін 4-0 ұтылғаннан кейін 30 мың жанкүйер келеді. Кеше шешуші ойынға тек 20 мың ғана жанкүйер келіп отыр. Бұл деген ол Астананың ойынның сапасын төмендеуі деп білемін өзім. Бірақ негізі клубтың басшылығы дейін бе, медиа саласы дейін бе, басқа да маркетинг саласындағы жұмыскерлері шығар, бәлкім жасаған деймін де. Жанкүйерлермен жұмыс жасайтын кісілер бар. Керемет. Мен кеше Қазбек сенің арқаңда мен жанкүйер болып отырдым. Бір көрейші дедім де, халықтың арасында отырып осылай адамдардың пікірін тыңдадым. Жанкүйерлер не деп айқайлайды, қызық екен жалпы. Сонда бірінші барған кезде маған көзге түскен Боруссия Дортмундтікіндей сап-сары жалау. Әрбір орындықта тұрды. Не деген дайындық, клубтың басшылығында ешқандай әңгіме жоқ енді. Тек футболшылар ойнамай қойғаны болмаса енді. Керемет нәрсе ғой, бәрі жалаулатып отырды. Ол ондай біздің ұлттық құрамада да әр ойында бола бермейді, Нұрлан Қоянбаевтар келіп әкеп бермесе, былайша бола бермейтін нәрсе ғой. Бұл жағынан, медиа жағынан Астананың қызметкерлеріне ешқандай сұрақ жоқ. Керемет дайындалған. Реклама да жақсы жасалды. Тек әттеген сол ойын ғой біздегі. Ойынның сапасы, ойыншылардың дәрежесінің төмендігі, пенальти тебе алмайтын бір қара домалақ Қазақстан ақшасын жеп отқан бір жігіт бар арасында. Дарбо дейміз ба, Дарабоздың өзі арасында жеңіп тұрады ғой, төбелеске шыққан өзіне. Қалжыңдап айтамыз енді, масқара енді. Ешқандай икемі жоқ. Ең ақыры пенальти сала алмады. Бұл енді не болады енді? Бұл бүкіл Қазақстандағы сол мен стадионда отырған жанкүйерлерден бөлік, әлеуметтік желіде Айдалада, Шымкент, Таразда отырған адамдар күйіп кетіп жатыр ғой. Дарбон неге алып тастамайды деп. Бұл жерде менің ойымша, мен айттым, ойынға дейін мен тренировкаға бардым да, жабық тренировкаға, оны Григорий Константинұлы Бабаян өзі шақырып алды мені. Рұқсат беріп шақырды. Иә, рұқсат беріп, екеуміз сол жерде 3 сағаттай сөйлестік. Мен айттым, 4-2 жүйесімен ойнап көрейік, және Эрхан Астановты шығарайық деп. Соның арқасы шығар, мүмкін мен айтқаным Эрхан шықты, 1-ші минуттан бастап әдемі өзін ойнады. Керемет ойнады. 1-ші таймда ең үздік ойыншы, сол екі құраманың арасында сол Эрхан деп ойлаймын. Магомед Мұсаұлы келесі мартта болатын ойынға шақыру керек, міндетті түрде ол ойыншыны. Бабында болса, иә. Ал Дарбоны айтатын болсақ, ол ойыншыларды шаршатып кішкене былай пространство ашып беруге көмектесу керек болатын. Екінші таймда абат шығып, анау шаршаған ойыншыларды одан сайын пайдаланамын деп ойлады Константинович Бабаян.
бірақ біздегі ең нашар болған жаңағы ойын практикасының жоқтығы. Екінші таймда ойыншылар шаршап қалды, өзіңіз байқаған шығарсыз. Бірінші таймда бүкіл күшін сарып етіп жақсы ойнады. Бірінші таймда Астана негізі қаншама момент жасады. Әттеген сол жаңағы пенальтиді салған кезде ойын қалай өтетінін кім білер еді. Әрине бір гол соқса 12-ші минут кездесудің өте тамаша, соны Елхан Астанов өзі жасады, әдемі кірді, тамаша құлады, өзі пенальтиге келіп тұрды. Енді қараңыз, сол мен трибунаның арғы жағында отырдым ғой, тура сол Елхан құлаған жақтарда отырдым. Сонда әдемі көрінді. Енді ана Дарбо бұл керемет бір шетке де теуіп жатқан жоқ, бір ортаға алдап та теуіп. Енді ана бір нашар позицияға тепті да. Оны енді қайдам еді. Қақпашылар былай қарай секірген күннің өзінде тосамайтындай тебеді ғой елдер. Сөйт неге теппеске дейміз да енді. Ол еще андай разгон алған кезде алыстан жүгіріп келді. Обычно алыстан жүгіріп келген кезде көп ойыншы гол саламайды. Өйткені алыс разбег алған кезде ыңғайсыз да. Сен уже 1000 рет ойланасың, допқа жетем дегенше қай бұрышқа тебем, сасып қалады да өзі. Сол кезде уже байқадым, гол саламайды. Одан кейін екінші тағы да бір мүмкіндігі болды ғой Дарбоның. Бірге бір шыққан кезде, Астановқа пас беруге болатын еді. Сол кездегі моментті айтты Бабаян. Пенальти ол, лотерея сериясы, ода салмауы мүмкін дейді да. Ал Дарбоны сөгу керек тек жаңағы моментке дейін. Жаңағы бірге бір шыққан кезде пас беру керек. Маған жалпы мына футболда ұнайтыны, шабуылшылар өте негізі пенальтиден жақсы тебеді ғой, бірақ көбісі шатасып жатады, қателесіп жатады, оларға бәрібір өздері гол ұрамын төбеді, ойыннан ақ ұрасылам деп жүреді. Негізі орталық қорғаушылар пенальти тепкен кезде сенімді болады екен, көп жағдайда. Өйткені олардың жүйкесі темір болып кеткен адамдар. Олар неше түрлі нәрсені көріп жүрген адам, қақпаның сызығынан шығарып жүрген адамдар. Марочкин неге теппеді дейсіз ғой? Жоқ, енді Марочкин емес, Жарко Томашевич тепсе, мысалы, гол болады деп ойлаймын мен 100%. Ол енді кәдімгі келіп тарс етіп тебетін еді. Сол Дембо Дарбо неге пенальти тебеді, түсінбеймін соны. Ол КПЛ-да алдында теуіп жүрді ғой. Сосын ойлағанда бұл кішкене гол салып, бірнеше ойынды жүріп кете ма деп. Жоқ, соны менің ойымша әдейі алаңға шығарып, амал жоқ ойнататын секілді. Оның контрактісінде бар шығар, бәлкім мынаншама матч ойнау керек деген секілді. Мүмкін, бірақ мен сөйлескенде маған айттым, осы құраманың бір 70-80% кетеді деп айтты. Өйткені бізге жастар керек. 30 жасқа дейін ойыншыларды аламыз деп келесі. Ол оның үстінде жалға алынған ойыншы ғой. Жалға алынған. Контрактісі бітеді, әйтеуір кетеді ғой. Кетеді. Өте тамаша. Қазақ футбол үшін қуанышты жаңалық ардақтаған Дембо Дарбо. Юванчич кетеді, Дарбо кетеді. Дарбоның ойынын көріп, Рангело Янгамен жылап көрсететін жағдайға жеттік қой. Рангело Янга түгел кезінде ойнаған Джорджи Деспотович қасында Ибрагимович деп қалды ғой. Деспотович бөлек деңгей бол. РПЛ-де бомбардир болған адамдардың бірі ғой. Қайшылап теуіп. Сол Деспотович қазір Румынияның Рапид деген командасына өтіп жатыр екен. Тамаша. Кезінде МЛС-ке ауысып кете жаздаған. Енді мына ортадағы ойыншылардан Макс Эбонук алаңға шықпады сол күні. Ол ойыншының біздің жігіттер жаңағы Аладоп парақшасының жүргізуші жігіті, Шыңғыс деген жігіт жаңағы хан шатырда көріп қалыпты. Сол ойын болатын күні. Ол ойын алды күні тренировкаға шықпады. Жарақаты болды деген сөз өтемейді. Онда кете ма сонда командада? Кетеді деп жатыр, онда контракты бітіп жатыр биылдың соңы. Айтып тұрмын ғой, 70-80% кетеді деді команданың. Марин Томашев та кетеді. Енді шапан жауып шығарып салу керек? Шығарып салу керек. Ол айтпақшы 100-ші гол нұрмады ғой. 99-да тұр ғой қазір. Кезінде Жыраргоу деген ойыншы да сөйтіп кетіп қалды. 99-дан, 99-дан кетіп қалды. 99-дан бәрі кетіп жатыр. Енді көреміз әрі қарай. Викториямен ойын бар, ол ойынды жеңу керек. Не үшін? Ол бізге УЕФА рейтингінде коэффициент әкеледі, және командаға бір кішігірім болса да қаржы әкеледі, келесі жылға керек. Жоқ, осының өзінде біраз ақша тауып тұр екен ғой, 4 миллионға жоқ па? 2 миллион ба? 2 миллиард теңге. Миллиард теңге. 2 миллиард теңге. Өте жақсы. Енді мынау турнир кестеге көз жүгіртіп өтейін. Виктория Плзин командасы кезекті өзінің матчын жеңді. 89-ші минутта гол кіріп, на классе дейміз ғой, деңгейінің аты деңгей. 15 ұпай жинады. Динамо Загребте 6 ұпай, Астанада 4 ұпай, Балканайда 4 ұпай. Былай қарасаңыз, Виктория тамаша мүмкіндік жасап берді ғой Астанаға ше. Кешегі ойынды Балканайды жасап берді бізге. Бірден ұрып жеңсе, мысалға, пенальтиден Дарбо гол соғып, сол ойынды қорғанысқа жатып алып, бірдеңе қылғанда, қазір Астанада керемет мүмкіндік болатын еді. Виктория Плзин шығып қойған, екінші құраманы шығаратын еді. Астана тең ойнаған күннің өзінде шығып кететін бір
мүмкіндіктер болатын еді ғой. Мен сізге бір қызық айтайын. Динамо Загреб Балканимен ойнайды ғой. Өз алаңда ойнайды бірақ Балкани өте мықты команда. Сен әлі де мүмкіндік бар деп айтқым келіп тұрғаным сол ғой. Мүмкіндік болғанда Балкани осы группадан шығып кетуі мүмкін деймін. Балкани ма? Иә, Балкани шығып кетуі мүмкін. 7 ұпай жинаса? 7 ұпай жинаса, иә, олар ойыны жақсы керемет. Өткенде біз Астанамен ойнаған кезде. Сонда Динамо Загреб Балкани арасындағы матч екінші орын үшін талас деп тұрсың? Иә. Өйткені Динамо Загребте 6 ұпай бар, оларда психологически қиын да, сол нені 6 ұпайды ұстап тең ойнаса жетеді ғой. Тең ойнаса жетеді деп тұр. Сөйтіп 89 минутта гол жібереді дейсің. Вариант. Сол кезде Астана жеңіп кетсе ше, Викторияны. Ол кезде Астана шығып кетеді. Мінекей қызық оқиға. Ең қызығы мына осы жеребе тартқан кезде де мен үнемі айтамын. Бір мықты фаворит команданың болған өте тамаша. Бірақ биыл мен сол мына жеребеде Дания түскен кезде қуандым да, бірақ Данияның біз жеңгеннен кейін тіпті тамаша қуандым. Енді ол елдің бәрін жеңе береді де, біз Данияны жеңгеннің арқасында бізде көп басымдық, 3 ұпай кем дегенде басымдық болады деп сөйтсем олай болмай шықты. Данияның өзі көрдіңіз, ана тең ойнады, ұпай жоғалтты. Мен өткенде біз бір рет айттық қой, сол кезде Дания емес Словения жеңген дұрыс еді Данияны деп. Өйткені Дания анау солтүстік Ирландиямен проблема болады. Әрине. Сөйтсем көп адам сенбейді. Ой, олар әшейін мотивациясыз бар да. Олар мотивациямен ойнаса да ұтамайтын. Қиналатын еді солтүстік Ирландиядан. Әңгімеден әңгіме шығады. Бұл енді ойындар 14 желтоқсан күні болады екен. Астана командасы Виктория командасымен матч болады. Сол ойынға енді қандай бір кішігірім бір болжам айтатын болсаңыз. Білмеймін, мынау Астанадан ештеңе күтпеймін. Мынау құрамынан ештеңе күтпеймін. Астананың құрамынан бұл құрамы ештеңе. Жалпы жеңіп шыққан күннің өзінде де ары қарай толық жоқ дейсің ғой. Толық жоқ. Бұл құрам тазарту керек. Өйткені Бабаян өзі маған айтты, бұл құрам мен басшылық келген кезде айттым дейді. Бұл құраммен мен максимум Лига конфедерацияның топтық кезеңінен шығарамын. Маған мына ойыншыларды алып берсеңдер, мен группадан шығуға тырысамын деп. Бірақ ол ойыншыларды алып бермеген екен бұрынғы басшылық. Енді ол басшылық ауысып кетті? Иә, басшылық ауысып кетті ғой. Мынау құраммен группаға шыққан өзі бізге. Сонда Григорий Константинұлы Бабаян келесі жылда Астананың бапкері болады ғой? Қалам деп отыр ғой. Бұлар сосын келесі жылда Алматыда ойнайды. Казгуде. Иә. Және жылдың ортасына дейін ғана ойнайды. Өткен Акиматта осы Астана аренаны келесі жылдың июніне немесе маусымы немесе жаз айларына дайын болады деп тұр. Өткен күзде бізде білесіз ғой жаңағы. Одан кейін жаңа не бар ғой? Жазда сол шілде айларында конференция лигасының матчтары болады. Өйткені бізде басқа да командалар ойнау керек. КПЛ-дағы басқа командалар ойнау керек. Қиын. Енді сонда қара, март, наурыз айы басталды. КПЛ басталды. Біз Астана аренаға екеуміз күніге барып 1-2 матч көріп кетушек. Енді не болады ол жерде? Қандай матчтар болады? Жалпы матчтар болмайды енді. Сол аналар қайда ойнайды деп отырмын. Шахтер қайда ойнайды? Шахтерда өз алаңы жабылып жатыр. Есіңіз ба? Ол Шахтерда ремонтқа жабылып. Жыл сайын жөндей береді екен де олар. Сонда қараңыз, бізде КПЛ-да 3 команда тағы несіз қалайын. Жеңіс бар, Астана бар, Шахтер бар. Оқ жетпес ше. Ол жетіп шығып бітті енді. Жоқ, енді бірінші лигада да ойнау керек қой бір жерде. Енді өздерінің проблемасы ол. Бірінші лиганы, жеңіл-желпі мәселе дейсің ғой. Оларды енді стадион жөндеді, бәлкім олар 3 сәуір күні бастайды ғой бірінші лига. Оған дейін дайында болып қалуы мүмкін. Дайында болуы мүмкін. Кейбір ақпарат бойынша естідім, осы Астана аренада ойнап жүрген кейбір командалар Павлодарға барып ойнайды дейді. 400 шақырым жер. Жеңіс командасы Павлодарға барып ойнайды деп естідім. Өйткені және Қызылжарда да сондай проблема ғой, білесіз бе? Олардың стадионда дайын болмайды, Астанада ойнап жүрді. Жоқ, олардың стадион дайын болған, бірақ ол кезде қыс болып жатады ғой. Иә, қыс болып жатады ғой. Бір-екі ай кішкене бір жақты паналай тұру керек. Астанада ойнады ғой биыл да. Олар да Павлодарда ойнады ғой басында. 1-2 матчын. Иә. Тамаша. Біз енді екеуміз қандай матчтарға барамыз? Сонда стадионға бармайтын болып тұрмыз ба? Павлодарға барып қайтамыз ба? Павлодар
Қостанайға барамыз. Көніге жаңа Оқжетпес Қызылжар деген бір супер классикаларды көріп отырушы едік. Осындай жағдайға тап болдық ағардақта ағайын. Бешикташ деген команда бар және біздің қазақстандық Зайнуддинов ойнайтын. Европа конференция лигасында Норшеланд деген команда 6-1 есебімен. Ол Фенербахче. Мынау өз алаңында Брюггеге 5-0. Бұл негізі түрік футболына барған маған дұрыс емес деп ойлаймын, өйткені қанша жерде Еврокубок болғанымен ЦСКА секілді командаларда ойын жүйесі бар және олар өз жүйесімен ойнайды. Ал Бешикташ деген команда жаңағы жұлдыздарды жинап алып, алай-құлай ойнап, сөйтіп жүре беретін команда. Олардың мынау басты мәселесі ішкі чемпионат. Ішкі чемпионат көбірек ақша табады. Сол мәселе болып тұр. Енді бірақ дегенмен клубтың абыройы, имиджі деген нәрсе болу керек. Брюггеден 0-5 ұтыламадым деген. Оның алдында отырды, жаңа Буде Глимттен 3-0 ұтылды. Ой, аяусыз ұтылып жатыр. Бас бапкер іздеу керек Бешикташқа. Бас бапкер алды ғой, жаңа бас бапкер. Енді соның өзі енді болмайды деп тұрмын ғой. Оны алды Бурак Йылмазды қойды. Ол футболда аяқтаған өзі бір-ақ жыл болған. Негізі сол түріктерді ойлаймын да, неге түріктерге қадалып қалды деп, сырттан жаңағы көп қой, шетелдік бапкерлер әкелмей ма деп ойлаймын да. Ақшалар бар. Қадірменді ағайын, біздің бағдарламамыздың астында YouTube деген промокод бар. Сол сілтемені басып тіркелген кезде YouTube деген жазуды пайдалансаңыздар, онда 5000 теңгелік сыйақы аласыздар. Енді бұл жерде біз енді сұмдық бір Бешикташтың жанкүйері емеспін, мен мойындаймын. Бірақ Бахтияр Зайнуддинов үшін сол команда көтеріліп, жақсы өнер көрсетіп жатса, ол трансфер жасауы мүмкін ғой. Жаңа басқа Италия чемпионаттары деген сияқты. Кешегі мысалы Аталантаның ойын көрсеткен сұрапыл аналардың ойындары, масқара, кәдімгі 3 паспен. Италияда жаңа Монца деген командаға өтсе де дұрыс еді. Монца кеше Ювентуспен теңестірді 90-шы бір қайтадан жіберіп алды. Мықты команда ол. Енді барлығы агенттерге байланысты ғой. Кімнің агенті мықты, сол жаққа өтеді. Біздің Қазақстанда көптеген жанкүйерлер айтады, сұрайды, жекемізге жазады. Неге Самородов ауыспайды? Неге мынау ана жаққа кетпейді? Ойнай алады ғой, Чесноков деген сияқты. Бұл жерде агент, мысалға Максим Самородовтың агенті Жожа Мендеш, немесе Мина Райола сияқты деңгейдегі бір адам болатын болса, ол шынымен осыны ауыстыруға жұмыс істейтін болса, менің ойымша Самородов қазір Астон Вилланың қосалқы құрамында болмаса да бір Торинода ойнап жүретін еді. Көрдің бе, агентке көп нәрсе байланысты. Сол Максим Самородовты Трабзонспор деген командаға кетеді деп жатыр. Меніңше оған бармау керек Трабзонспорға. Австрияға барса, өткен қасында Бундеслига бар. Австриядан жаңа Бундеслигаға өткен оңайлау болады. Қарағанда да жаңағындай Штурм, Ласк секілді командасына барып ойнап кетуге болады. Және Бельгия бар. Бельгиядан да ұсыныстар түсіп жатқан секілді. Және Рамазан Орашев та кетеді деп ойлаймын. Жаңағыдай Коперден. Енді бұлардың жаңа агенті Кен Ван Дейк деген жігіт Ян Варговскийді қайтадан арбап жатқан сияқты ол Еуропаға. Негізі Ян Варговскийдің кешегі ойынын көрдім, сәл нашарлап бара жатыр енді. Ол тоқтамай 1,5 жыл ойнады, өйткені былтыр жаңағы тамыз айында бастады да, биыл енді тоқтап жатыр. Демалыссыз. Командалар бәрі демалып жатқан кезде ол Астанаға ауысып кетті, Еврокубокке сразу бірінші минутта бас шығып кетті. Содан шаршап қалды. Онысының ұлттық құраманың ойындары бар дегендей. Енді мынау менің бір таңғалатыным, Қазақстанның клубтары сол шетте жүрген футболшыларды қайтадан шақырып алатынына мен сол неден, бұл не үшін деймін, таңғаламын да. Жүре бермеймін ол шетте. Бізде ойыншылар жоқты, сапалы ойыншылар жоқ, сосын үлкен клубтар жаңағыда үлкен задача қояды, чемпион боламыз дейді да, сөйтіп сапалы ойыншы керек. Қазақстандық азаматтығы бар адамдар. Сөйтіп жаңағы Белоруссия, Россиядан ойыншылар алады да, кішкене жыртықтан жаманау үшін, кішкене скамейканы ойыншылар көп болу үшін сөйтеді. Былай негізі тиіспеу керек деп ойлаймын. Европада жүре берсін. Әрине. Енді мынау жаңағы Чесноков, Самородов деген жігіттердің бір-екеуі енді өтетін шығар енді Европаға осы қыстан қалмай. Ақтөбеге енді Парфенов деген тренер келіп жатыр. Білмеймін не үшін алып жатқан ондай тренерді. Ресейлік. Карповичтен бір жер артық ойламаймын. Расын айтқанда Парфеновтың ойын көрген адам ретінде айтайын, кезінде Спартакта болды. Ортада қазір опорник дейміз ғой, енді ол кезде опорник дегенде бір позиция жоқ етін енді шын айтқанда бір
артқы жартылай қорғаушы дей ма, сондай еді ғой енді, біз ортада жүре беретін. Енді бірақ енді сол Спартактың құрамындағы ең әлсіз ойыншылардың бірі болған. Енді өзі Тихонов, Титов, Юран, Цимбалар, Карвиндер жүрген кез ғой енді. Сондай мықты команда еді. Одан бөлек ол Кофтың бар ғой баяғы өз-өзіне гол соғатын, әдемі гол соғатын еді өз-өзіне. Соны алып келіпті. Менің ойымша, өте бір нашар трансфер болған сияқты. Енді спорттық директор да Ресейдің адамы дейді ғой. Ол баяғы жаңағы сол кімнің Куленконың несіне қайттан кіріп жатқан секілді, сол қайттан бір қазанға қайттан кіріп жатқан секілді Ақтөбе басшылары. Өйткені білмеймін қандай мақсат қуады, жарайды тіпті жаңағы Ресей демек қояйық, Болгариядан тренер әкелсең мысалы да, Стойлов кезінде Димитров деген секілді тренер болды ғой, ертісті көтерген. Тіпті Костовтың өзі тәптәуір тренер, ойын қоя білетін. Білмеймін, Парфюмов жаңағы орысша сөйлейді деп па, жаңағы тілді біледі деп па, кейінше менталитетті біледі. Енді әрине біз жанымыз ашып, осы қазақтың клубы ғой, Ақтөбе деген әжептәуір мықты клуб. 5 мәрте дүркін чемпион болған, жанкүйерлерді керемет қолдайды, стадионы толып отырады. Сондай жерде бір әдемі команда болса екен деп ойлайсың ғой, бір Еврокубокта ойнайтын мықты бір бапкер. Жаңағыдай бір Ион Андония секілді, жаңағыдай бір Миодрак Божевич секілді бір мықты бір бапкерге ақшаны аямай шашып алу керек қой негізі деймін. Негізі ше, сол осы жазда мен сол Ақтөбеде істейтін жігіттерден біліп сұрап білдім да, клубта жұмыс істейтін басшылықтың 90% орыстар деп айтты да. Тіпті жаңа охрананың басшысы, футбол орталығының басшысы орыс жігіт екен да. Неге Ақтөбе қазақтардың мекені, неге қазақтың жігіті табылмады ма деп ойлаймын да, сондай үлкен басшылығы. Мәселе, үлкен мәселе ол. Қазақтың кәдімгі соның жергілікті адамдар топырлап жүру керек қой. Тіпті отырсыз, өзіңізді бастық қойсаңыз, мен ойлаймын, Парфюмовтан жаңағы басшылықтан. Мен үнемі айтудан жалықпаймын. Сіз өзіңіз баруға дайынсыз ба? Кішігірім Ақтөбеге басшылық ретінде шақырса. Әлбетте. Мінекей. Маған қазір енді тек бірінші лига клубтарынан ғана ұсыныс түсіп жатыр, шын айтқанда. Менің деңгейім әзірге сол болып тұр. Бірақ енді әлі журналистикада алатынымды алып болған жоқпын, айтарымды айтып біткен жоқпын. Сондықтан кішкене жүре тұрайын, асықпайын деп ойлап жатырмын. Тәжірибе жинақтайын, оның үстіне қазір бір кішігірім оқу мәселелерін қарастырып жатырмын дегенде. Жозеф Мауриньода журналист болып бастаған. Әрине аудармашы болды, Бобби Робсон қасында жүрді дегенде. Енді мен үнемі айтамын, Ресейде керемет талантты футболшы бір екеу болған шығар соңғы бір 30-40 жылдың ішінде. Мен футбол көріп келе жатқанымнан берді. Олардан мықты керемет Ресейден бапкер шыққан жоқ. Осы 30-40 жыл. Олег Романцев мақұл, мен мойындаймын кішігірім. Спартаковский стенка деп жаңа неше түрлі нәрсе ойлап тапты. 2001 жылдағы. Әңгімесі жоқ. Енді қараңыз, одан бері ден сол бірде-бір бапкер шықпаса, ол футбол державасы емес, ол хоккей державасы. Хоккей ол жақта. Сол жақтан маман шақырту Қазақстан футболына бұл дұрыс емес нәрсе. Бұдан арылуымыз керек. Мен үнемі айтамын. Бұл Ресей, Белоруссия, мына жақын жатқан жерлер, біз арылуымыз керек. Біз ары қарай кетуіміз керек. Болгарияға басын мысалы, Болгарияның тренерлері жақсы, ЦСКА, София деген командаларды групповойға шығарып жүр да, бюджеті үлкен емес командалар. Лудогорец жылда ойнайды. Қазақстанда мен саған айтайын, мен кезінде мақала жазғам, болгариялық бапкерлердің өте тамаша жұмыс істегені дәлел. Стойлов енді айтпаса да түсініп отырсың. Георгий Дерменжиев қалай керемет бапкер. Никола Костов қандай керемет бапкер. Димитар ол енді аңыз ғой ол Болгарияда. Осындай адамдар жұмыс істеді ғой, масқара. Сол жақтан адамдар шақыру керек. Болмаса сербтердің де әжептәуір мықты мамандары бар. Сербтарға мен кімнен кейін сенбейтін болғам уже. Кімге? Бізде болды серб бапкер Астанада былтыр. Благович деген. Сол үшін мен енді оның да бір философиясы кішкене бөлектеу ғой енді. Бірақ оларда басқаша ойлау. Мысалы Тоболдағы Чурчичтің ойыны бар да, андай
команда жүгіреді, физикалық мықты, жаңа Бразилды жеңді деген секілді, кубокты ұтты деген секілді. Қайтадан алыпты ғой айтпақшы. Иә, дұрыс болды негізі, одан артық таба алмайтын. Өйткені ана италиялық Роберто Бордин деген кісіні шақырғысы келді ғой Молдовадан. Болмады, енді молдовалық агенттер араласып кете жаздады сәл болмағанда. Одан кейін қаптайтын еді молдовалық ойыншылар. Иә, осындай жалпы жағдай. Одан бөлек қандай бір қайрат туралы қандай жаңалықтар айтсақ болады? Мынау менің қуанғаным жаңағы Элдер Сантанамен мықты шабуылшы ғой енді. Соны алып алғаны. Гадраниді алды. Гадрани қорғанысқа. Бұл енді ана Элдер Сантана Жоау Пауломен қосылған кезде жаман сұрапыл шабуыл бола ма деп ойлаймын. Ол Элдер Сантананы алған себебі менің ойымша жаңа Артур Шушеншев кетеді деп жатыр ғой. Сол контракты келесі жылдың ортасында бітеді екен де. Жаңа жылдың ортасына шабуылшысы қалмау үшін Сантананы алды. Және де бұлар ортаға опорник дейміз ғой, жаңа артқы жартылай қорғаушы алайын деп жатыр. Офри Арат кетіп қалды оның үстіне. Жоқ, Арат қайттан контракт созды, ол қорғаушы ғой Арат деген. Орталық қорғаушымыз. Ортада жоқ, кеше сол бір инстаграмнан көрдім ғой, рахмет, ойын күшті болды деп сол бір инстаграмнан көріп қалдым. Жоқ, қайттан сатып алды. Сатып алды, иә. Тамаша. Және бізде келесі жылы Елімай деген клуб қайттан жанданып жатыр да. Олар да жақсы трансфер жасап жатыр. Ақша бар. Иә, Ақтөбеден жаңағы шинаны алғысы келеді деген ақпарат бар. Енді Карпович қой бас бапкер. Оларда жаңа ақша бар дегенде 3 миллиард бөлінеді деп еді ғой оларға, масқара ақшамен кіреді деп. Өте тамаша. Одан бөлек Тұран командасы бар, қосылып. Тұран бар, бізде Жеңіс деген команда бар. Келесі жыл қызық болады, бірақ жаңағы мәселе ғой бізде. Стадион мәселесі сол баяғы. Жылдың басында бізде 3 па 4 па әкім стадион салынады деп жаңа уәде берді да, бірде біреу басталмадық. Қызылорда масқара, әкім өткен жыл айтып еді ғой. Шымкентте одан қалды, қай қалада бізде тағы айтылды ғой, көп қала айтылды. Ақтауда айтты. Сол күйі қалып кетті олды. Жоқ, енді анау Нұрлыбек Нәлібаев Қайсар премьер-лигаға шыққан құттықтап, жаңа концерт залы болды ғой, сол жиында келіп, мінекей Ағырдақтағы ағайын қуаныш жаңалық осындай стадион ашамыз деп, одан кейін оны мен шақырды ғой олар. Бір айдан кейін мен барып ол жердің белгілеген фотоға түсіріп келдім әдейі. Енді соны мен қазір қайта қопарып шығарам. Бұл масқара мәселе болады. Білмеймін енді. Бұларға әкімдер бүйту керек қой. Міне аштық деп әкеліп сол кезде көрсету керек та. Ашамыз деген әңгіме айтпау керек та. Өздеріне өздері кесірлік жасап отыр. Ұят жоқ. Енді стадион инфрақұрылым мәселесі бұл қазақ футболындағы басты мәселелердің бірі болып әлде қала береді. Көп адам енді айтып жатады, парламентте, мәжілісте бұл мәселе көтерілді өткенде. Бір кісі Астанаға тағы да бір жаңа стадион саламыз деген мәселе көтеріп жатыр. Ол енді 60 мың адамдық стадион болады дейді. Бірақ енді мен сеніңкіремедім, 50 мың, 40 мың болса да жетер еді. Шымкенттегі стадион 35 мың болып салынайын деп жатыр. Өткенде айтып ем, ол әңгімемде жетіпті. 35 мың салғанша тағы бір 5 мың қосайық, 40 мың болсын дедім да. 40 мың өйткені жаңа білесің ғой, тәртіп бойынша, регламент бойынша УЕФА конференция лигасының финалы, Еуропа лигасының финалы, әлем чемпионатының да кейбір әлемдік деңгейдегі матчты өткізу үшін ол осындай категорияға сәйкес болу керек. Яғни 40 мың адам кем дегенде сыю керек. Осы мәселе. Бізге жаңағыдай жастар арасындағы Еуропа чемпионаттарын өткізу үшін 4 стадион керек екен жаңағы. Жоғары категория демек қой. 4-ші категория. 4-ші категория. Мен 4 стадион керек екен. Ол 25 мың, 30 мыңдық жетеді. Сол да жоқ қой енді. Сол да жоқ қой, соны салса. Сол мәселеге біз кірісуіміз керек, біз оны шаршамай, жағымыз талмай айта беруіміз керек, бір күні бір басшылықта отырған адамдардың құлағына жететін шығар деген. Мысалы, Өзбекстанды қараңызшы. Әлем чемпионатында 1-4 финалға шығып жатыр жастағы. Жаңа 20 жасқа дейін тіпті 1-8 финалда Англияны ұтып жатыр. Бізде ұлттық құрама ұтып жатыр, бірақ біз тереңірек қарайтын болсақ, жаңағы U16, U17, U19 нелерін қараңызшы, турнир кестедегі. Тіпті жаңа бір раундты өте алмай тұр ғой, 3-ші орын ала алмай тұр. Топта 3-ші орын алса, келесі раундқа өту керек.
бұл деген тіпті төмен, өте төмен, нашар дәреже ол. Ойланатын нәрсе. Әлбетте өте қиын. Қадірменді ағайын, жалпы біз айта берсек, бұл мәселені таңды таң құрып айтуға болады. Негізі стадион мәселесі, жастар футболы, балалар футболы, осының әрқайсысын бөлек қозғауымыз керек. Қазір өткен жолы біз жанкүйерлермен кері байланыс жасап, 2-3 жанкүйерді шақырдық, 3 мәрте бізге қонақ болды. Енді Қазбек, сен келіп отырсың. Тағы да бір ұсыныс түсті, балалар бапкерлері келіп мәселелерді айтамыз дейді осы студияда. Оларды мен қарсы емеспін. Келіңіздер, айтыңыздар. Футболда қандай мәселе бар, қандай шешілмей жатқан әңгіме бар, қоғамға айтамай жүрген пікірлеріңіз болса, ешқандай қарсылық жоқ. Тіпті еліміздің басқа өңірлерінен келіп, осы жерде отырып, өздеріңіздің айтатын әңгімелеріңізді айтыңыздар. Біз тәуелсізбіз, біз ешкімге цензурадан қорықпаймыз, сондықтан айтатын ашық пікірлеріңізді айтуға біз дайын платформа дейміз ба, площадка дейміз ба, сондайды ұсынамыз. Келіп сөз сөйлеуге мінберді береміз. Қадірменді ағайын, осы бір ортада Қазбек Тайланов мырзаға алғыс айтқым келіп отыр. Келіп осы қазақ мәселесін, футболның мәселесін айтып, талқылап жатқандарыңызға алғыс айтамыз. Юбет букмекерлік кеңсесінің атынан сізге зор алғыс айтамыз, және 25 000 теңгелік фрибет сыйлаймыз. Рахмет. Қадірменді ағайын, біздің YouTube арнамызға тіркеле жүріңіздер. Үнемі қоңырауды басып қойыңыздар, видеомыз шыққан кезде байқап отырасыздар. Одан бөлек комментарийлеріңізді, сүбелі пікірлеріңізді аямай жазыңыздар. Оның барлығы да оқылады, оның барлығы да мониторингке ілінеді. Көп жердегі басшылық, әкімдіктегі адамдар бәрі де оқитындығын біз білеміз. Сондықтан комментарийді әдемілеп, мәселелерді қозғап жазыңыздар. Көп түкірсе көл болады деген содан шыққанда шығар. Ендеше ардақты ағайын, біз бүгінгі бағдарламамызды осы нүктеде аяқтаймыз. Ардақты ағайын, бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Араға апта салып біз сіздермен қайта қауышатын боламыз. Қазақ футболының мәселелері әлі де талқыға түседі. Ендеше эфирде болған мен Ермұхамед Мәулен. Жеңісті күндерде жүздескенше ағайын.